Жалпы бізге автоподборщик не үшін қажет? Ең бірінші алайын деп жатқан машинамыздың, алып болған емес, алайын деп жатқан машинамызды ол адамға қаратамыз. Ол бізге вин-кодымыздың сау екенін, ешқандай сваркіленбеген, ешқандай лазермен ұрылмағандығын тексеріп береді. Және де одометрдағы пробегтің айналмағандығына тексеріп береді. Және де кузовтың ешқай жері сваркіленбеген, шпаклевка бар, жоқ, краскіленбеген, салонның состояниясы, мотордың май жеп тұруы, жемей тұруы, коробканың тебуі, теппеуі, сол нәрселердің барлығын тексеріп беру үшін қажет автоподборщик. Бір 10-15 жыл бұрын автосондарда криминалистер жұмыс істеген, қазір оны міндетті емес қылып тастады криминалистке кіргізуге. Ол кезде хотя бы криминалистер бізге машинамыз перебитый емес екенін тексеріп беретін еді. Қазір ол да жоқ, Каспиймен аламыз да, учеттан шығарамыз, номерді апарамыз да, өзімізге номер алып аламыз. Машинамыз перебитый ма, перебитый емес па, оны даже білмей қаламыз да өзіміз. Көбінесе біз барған кезде көліктің иелерінің өздері машинасының перебитый екенін білмей қалып, таң қалып жатады. Қалай ол деп ше. Сол себепті автоподборщикті жалдап, бір 10-15 мың теңге экономдамай, машинамызды алардың алдында қарап алған жөн. Енді біз сондай машина алып қойсақ, оның последствиясы қандай болады? Допустим, сіз машинаны алдыңыз, ол машина перебитый, Россияда ұрланған, немесе Беларусияда ұрланған, немесе Қырғызстанда ұрланған, сондай машина болып шықты. Ондай жағдайда сізден машинаны тартып алады да, сіз оның алған адаммен, иесімен соттасасыз. Ол кісі ИПшник, минималка көрсетіп отыр, 85 мың теңге айлығын, сізге айына 15 мың, 20 мыңнан төлейтін қылдырып, сот сондай шарт береді сізге. Сізге сол мысалы керек па, ол вертяк былай айтқанда ше, геморрой. Сол себепті машинаны алардың алдында дұрыстап қарап алып, экспертке тексертіп, бір 10-15 мың теңгені экономдамай тексертіп алған жөн да. Енді осы каналда біз айтатын боламыз, автоподборщиктің жалпы қандай инструменттерді қолданады, не үшін қолданады, оны тексерген кезде. Сол нәрселермен барлығымен бөлісетін боламыз. Лайк басып, комментарийға өз ойыңды жазып, машина алғысы келіп жүрген досына переслать етіп жібер.